Қайырлы күн достар, бүгін сіздерменен нан салма жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл тағамды кейбір жерлерде май қамыр деп те атайды. Ендеше бастайық. Ең алдымен қамырын дайындап алайық. Ұнымыздың үстіне тұзымызды және 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Және суымызды құйып, орташа қатты етіп, қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді подливын жасауға кірісеміз. Қызып тұрған сұйық майымыздың үстіне жуамызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Оның үстіне етімізді салып, оны да дәл солай жақсылап қуырып аламыз. Етіміз жұмсақ, жақсы болып қуырылу үшін бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Қуырылған етіміздің үстіне сәбізімізді және томатымызды салып, жақсылап араластырып, бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Енді үстіне картопымызды саламыз. Бұны да жақсылап араластырып, тағы да бетін 5 минутқа жауып қоямыз. Барлығын жақсылап қуырып болғаннан кейін үстінен су құямыз және дәміне қарай тұзын және дәмдеуіштеріміздің укроп қосамыз. Енді қамырын жайып аламыз. Қамырымызды саусақтың көлемінде етіп кесіп аламыз. Қамырымыз дайын. Алдын ала газға суымызды қойып қайнатып аламыз. Және сол қайнап тұрған суымызға қамырларымызды салып пісіріп аламыз. Қамырымыз пісіп дайын болды. Енді үлкен табаққа осылай алып аламыз. Қамырымыздың үстінен осылай подливымыздың сорпасын құйып аламыз. Қамырымыздың ортасын ашып, подливын құямыз. Және дайын болған тамағымызды дастарханыңызға ұсынуыңызға болады. Ас болсын.